Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін plane функциясын өтеміз. Plane деген алаң, түзу алаң деген мағына білдіреді. Бірінші мысалы айтайық. Мынандай бір төртбұрышсыздық, оны өсірдік дейік. Енді бұның үстіне емес, мысалы, мына үстіне, жанына емес, алдына да емес. Бірақ сіз кішкене осы үстінен жоғарылау жерде сурет салғыңыз келеді, бірдеме жасағыңыз келеді, немесе бір фигурка жасағыңыз келеді. Ол үшін мынау үстін таңдасаңыз, мысалы, бұл фигурка өсірсек, бұл фигурка алдыңғы фигура бөлшегімізге дәл жаналып тұрады, қосылып тұрады, осының қоспай арасында арақашықтық болу үшін plane функциясын қолданамыз. Мысалы, plane'ді алсақ, содан кейін мынау алдындағы фигураның бетін таңдасақ, offset деген, яғни арақашықтығы қанша болсын дейді. Мысалы, арақашықтығы дейік 10 мм болсын. Plane 1 деген бірінші plane'ді қарасаңыз, арақашықтығы мына жақта 10 мм. Енді үстіп таңдағаннан кейін суретіңізді plane 1-ға бүйтіп сала беруге болады. Енді қарасаңыз, міне жаңағы жасаған шеңберіміз бірінші бөлшектен бөлек 10 мм-ге бөлік үстінде тұр. Plane сол үшін керек. Осымен сабағымызды табам. Сау болыңыздар.